Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің кезекті санымызда, арнамызда жалпы осы аксесте энергияны қалай көтеруге болады. А, Біз сеанс жасаған кезде, негізінен толықтай сеанс алсаңыз, энергияңыз көтеріліп, миыңыз тазарып, мынау миыңызда көптеген ойлар жүреді ғой адамда, ананы ойлайсың, мынаны ойлайсың, соның барлығы шашырап жүреді еще. Сол шашырап жүрген ойлардың барлығы по полочкам былай оң жаңағы миыңызға және сол жақ миыңызға қарай бүйтіп орналасып әдемі тұра қалады. Сеанс алған кезде адам тұрған кезде жеңілденіп тұрады. Жеңіл сезініп өзін ұйықтап қалған болады кейбіреулері, мен ұйықтап тұрдым ба деп сөйтіп сұрап жатады. Және мынау миыңыздағы керек емес информацияның барлығын, біз интернетті, инстаграмды көп қараймыз ғой, соның барлығын өшіріп тастайды, былай айтқанда, және де осы жерде ал егер сеанс алмадыңыз сіз, сеанс алмадыңыз, бірақ мен энергиямды үнемі көтеріп жүргім келеді десеңіз, бізде техникалар бар, инструменттер бар, яғни энергияны қалай көтереміз. Ең бірінші заземление деген бар, яғни восстановление связи с землей. Біз үнемі жермен байланыста болған кезде біздің энергиямыз жоғары болады. Яғни жер ана деген бар, жер ананың қасиеті деген бар. Жерден энергия алған кезде бізге соншалықты энергия береді жер. Біз оны күнделікті жерден энергия алып, және жерге де энергия беріп үйренуімізге болады. Оны былайша басқа жерде де техникаларда да заземление деп атайды. Яғни сіз өзіңізді осы жермен байланысу арқылы тұрақты бір өзіңізде бір тыныштық пайда болады, жүрегіңізде тыныштық пайда болады. Болмаса жаңағы өзіңіздің мысалға не істеп жүргеніңізді білмесеңіз, күйбең тіршілікпен, соны да тыныштандырады. Яғни сіздің мынау табиғатпен, адам табиғатпен негіз деп жатады ғой, табиғатпен байланысыңызды орнатқан кезде сізде өзіңіздің шынайы табиғатыңызбен қосылып, біз жаңағы әсілінде топырақтан жаралғанбыз ғой, енді Құдай бізді топырақтан жаратты деп айтып отырады ғой. Сол топыраққа біз жақындаған кезде, жер басқан кезде біздер тыныштық табады екенбіз. Қарапайым мысалға, біз егер өзіңіз байқайтын болсаңыз, біз көбінесе жаңағы табиғатқа, жерге, жаңағы шөптерге бүйтіп тамсанып мәз болмаймыз, Ал кішкентай бала не істейді? Кішкентай бала барлық нәрсені тамсанып қарайды, қуанып қарайды. О, мама, мынаны қарашы, о, мама, ананы қарашы. Суды да мысалға, мама, су деп та. Біз оны қалыпты жағдай сияқты, уже өміріміздің бір бөлшегі, енді бізге ол норма да, бізге норма. Оған біз таңғалмаймыз да, мысалға сумен жуынып атсаңыз да, үйіңізде беті қолыңыз жуасыз, қолыңызды жуасыз, сол кезде Алла, осы суыма рахмет, осы жуыны алатын менің суым бар, осыған да рахмет деп, қандай керемет күшті, бетіңізді жуып тазалап аласыз. Суға жуынған адамда уже мысалға күні бойы жұмыста жүріп кешке қарай душ қабылдасаңыз, өзіңізді жеңіл сезініп қаласыз. Сол судың, яғни қасиеті өте мықты. Бұл заземление бір, екіншіден біз энергиямызды екінші көтере алатын бір инструменттің бірі, ол упражнение на тимус запустись деп аталады. Ол нені, техниканы біз былай жасауымызға болады. Энергияны 4 бағытта кіргіземіз. Яғни ол 4 бағыт деп отырғанымыз сіздің оң қолыңыз, сол қолыңыз және төбеден, сіздің басыңыз төбеңізден және де аяғыңыздан, жерден энергия алу арқылы біздер 4 бағытта энергияны өзімізге қабылдай аламыз. Упражнение на тимус запустись деп айтамыз да, және бізде мына жерде тимус деген не? Тимус деген ол біздегі бір орган. Ол да бір ағзаға жатады. Осы тимус мына жерде орналасқан міне. Осы тимусты
бұл негізі бұл органды, ағзаны кішкентай балаларда бұл ашық болады, яғни бұл жақсы жұмыс жасайды кішкентай балаларда. Ал уже ес біліп есейген сайын бұл жаңағы орган бірте-бірте жабыла бастайды. Осыны біз оятуымыз керек, яғни кішкене ғана бір тарсылдатып, қатты емес, кішкене ғана тарсылдатып оятсаңыздар болады. Осы тимусты ояту арқылы сіздер оң қолыңыздан ойша елестетіп, бір күн елестетесіз ба, жаңағыдай жарықты елестетесіз ба, солай энергияны оң қолыңыздан кіргізіп, және мына жердегі тимустан айналдырып өткізесіз. Сөйтіп оң қолыңыздан кірген энергия сол жақ қырыңыздан төмен қарай түсіру керек, яғни сол жақ бетіңізден төмен қарай, сол аяғыңыздан табаныңыздан шығарып жібересіз төмен қарай. Тура сол сияқты сол қолдан солай, және басыңыздан кіргізген кезде түгел мынау басыңыздың, миыңыздың барлығын бір жарық сәулені елестетіп, сонымен тазалап шығып атқандай сезімдерді сезіп, солай жасасаңыз, сіздің бүткіл ішкі жан дүниеңіздің барлығы энергияға толады. Яғни қай жеріңіз, мысалға бір жеріңіз ауыратын болса, сол жерде ұзағырақ жаңағы күнмен, жарықпен, энергиямен тазалап атқан сияқты қылып жүргізіп, сол жерде жарыққа толтырсаңыз, сіздің уже энергияңыз көтеріліп, денсаулығыңызда да жақсара бастайды. Солай төмен қарай түсіре бересіз, жерге дейін апарасыз, жерге жібересіз. Ал жерден энергия алған кезде, ол жердің 7 қабат ядросы дейміз ғой, ең төменгі қабатынан энергияны суырып алып, табаныңыздан кіргізіп, жоғары қарай көтеріп жібересіз да, мынау төбеңіз макушкадан шығарып жібересіздер. Осындай техниканың бір түрі бар, инструмент дейікші. Аксты негізі техника деп айтпайды, инструмент деп айтады көбінесе. Енді сіздердің түсінікті тілдеріңізбен техника деген көбірек сіздерге құлақтарыңызға жағымды деп ойлаймын. Түсінікті, сондықтан техника деп айтып жатырмын. Тағы да бір инструментті айтуға болады. Ол бізде опускаем все барьеры деген бар. Опускаем все барьеры. Яғни сіз егер бір ашуланып, қатты бір қалай десем екен, өзіңіздің бір түсініксіз жағдайыңызда тұрсаңыз, болмаса біреумен тіл табыса алмай жатсаңыз, және егер бірдеңе сататын болсаңыз, сатумен айналысатын болсаңыз, тоже клиентпен арадағы барьерді де түсіруге болады. Болмаса бір жаңағы жолдасыңызбен тіл табыса алмай жатасыз, болмаса қызыңызбен тіл табыса алмай жатасыз. Сол кезде осы техника күшті көмектеседі. Оны просто сіз опускаю все барьеры деп, барьеріңізді мынау бізде аура қоршап тұрады, бізде бүткіл мынау қоршап тұрады, былайынан аура. Сол қоршап тұрған аураны былай мына жерден бастап былай түсіресіз. Опускаю все барьеры, барьеры вниз, барьеры вниз, барьеры вниз, жерге дейін қолыңызды түсіресіз да, ары қарай жібересіз. Осындай инструменттер бар. Жалпы негізі, егер мүмкіндігінше сеанс алып, сеанста энергияңызды жақсы көтеріп алуға болады. Сеанста бұның барлығы бар. Яғни сіз бір сеанстан осы жаңағы инструменттерді қолданып алуыңызға болады. Және жаңағы заземление деп жатырмын ғой, восстановление связи с землей дейміз біз. Оны да сіздер сол жерде қабылдап, басқа мысалға менің энергиям сізге барып, сіздің энергияңыз маған келген кезде, ол кезде мүлдем басқаша адам энергия обмен болады. Біздерде неліктен мысалға бұл методты шығарған адамдар көбінесе қазір мейірімділік дегенді ұмытып кеткен, бір-біріне жанашырлық деген. Сосын қазіргі таңда мысалға біреуден бірдеңе алсаң, мысалға біреу саған тегін бір нәрсе берді, болмаса
тағы не, біреу саған жылы сөз айтты, иә, сол нәрсенің барлығы бізде энергообменмен жүреді. Яғни сіз біреуден алған энергияңызды оған қайтарым ретінде әйтеуір бір ақшалай болсын, заттай болсын, или сіздің өзіңіздің жаңағы услугаңызды көрсетесіз, сол арқылы бересіз. Егерде мысалға бізде оқыған клиенттер, иә, оқыған менің шәкірттерімнің барлығы сеансты алғаннан кейін, мысалға оқып алғаннан кейін, мысалға мен оқығам, сіз оқығансыз, мысалға сіз екеуміз бір-бірімізге сеансты тегін жасауымызға болады. Себебі сіз маған жасайсыз, мен сізге жасаймын. Бұл айтылады дарение и получение дейді. Мысалға мен сізге жасап жатсам дарение, ал сіз получение боласыз. Яғни осылай бізде энергообмен жүреді. Сол кезде біздің энергообмен болған кезде біздегі мысалға егер сіз көп ауыратын болсаңыз, көп сізде блоктар болса, соның барлығы жаңағы параллельно сіз екеумізден де тазаланып отырамыз. Бір-бірімізді тазалап отырамыз, былай айтқанда. Мысалға бізде былай айтады, сіз жасап жатқан кезде дейді, мысалға алдыңызда клиент тұр, жасап жатқан кезде мен жасап жатырмын деп ойламаңыз дейді, сіз де получаете дейді, сіз де алып отырсыз дейді. Мен дарение болсам и параллельно сол уақытта одновременно получение болып отырмын да, мен беріп те отырмын, алып та отырмын ол адамнан. Сондықтан бұл жерде біз кейде күліп айтамыз, жаңағы өзің жасап отқаннан кейін өзің жасайсың, еще өзің получаешь, еще оған плюс ақша аласың дейсің да. Вообще керемет қой деп. Мысалға сіздің установкаларыңыз бар, иә, ақша туралы, отношение туралы, любой, иә, өмірлік установкалар бар, иә. Сол өмірлік установкаларыңыз, сіздегі бар установка мен сізге жасап отқан кезде менен автоматически кетіп отырады. Мендегі установка сізден автоматически кетіп отырады. Яғни осындай керемет жаңағы сеанстың бір түрі бұл. Бұл сеансты мысалға екіқабат әйелдерге де, жүкті әйелдерге де жасай беруге болады. Мен бұған дейін көп деген жаңағы сеанстарды білем. Сол кезде сұраймын ғой, енді мен басқа да сеанстарды көрейін деймін ғой. Маған болады ма деп, енді аяғым ауыр кезде сол кезде сұраймын. Жоқ, болмайды дейді. Аяқ ауыр әйелдерге бұл мүлдем болмайды. Аксистің бір жақсы жері бізде жүкті әйелдерге болады. Тіпті даже токсикозын кетіруге болады. Жүкті әйелдің токсикозын басуға болады, иә. Не уақытша басады, не мүлдемде, даже кейде тіпті кетіп те қалады токсикоздары. Сондай керемет сеанстың бір түрі бұл. Сондықтан үйреніп алсаңыздар, өздеріңізге жақсы, иә, өздеріңіз көмектесіп, өздеріңіздің отбасыңызға көмектесіп, және бұл жерде мысалға сіз бір үйрендіңіз ба, сосын ары қарай сіз ешкімге ақша төлемей, любой бір оқып алған адаммен обмен болсаңыз, сіз өмір бақи солай жүре бересіз. Солай сол жаңа нені сізге өмірлік азық болады деймін, өмірлік сізде қолыңызда, өзіңізде қалатын инструменттің бірі болады да. Сондықтан толықтай энергияны сезінгіңіз келсе, сеансқа келіңіз, көріңіз, байқаңыз, сезініңіз. Міндетті түрде сізге ұнайды деген сенімдемін. Егерде маған қоятын сұрақтарыңыз болса, осы YouTube арнамның видеоның астына комментарийге қалдырып кетіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.